Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге сұлы жармасы мен творогтан жасалатын печеньені ұсынбақшымын. Ол үшін бізге бір жұмыртқа, бір стакан қант, екеуін миксермен араластырып аламыз. Қант пен жұмыртқа араласқан соң ол сәл көпіреді. Миксерімізбен араластырып болдық. Енді үстіне 200 грамм творог салып, 100 грамм май құямыз. Шарт стакан разрых литр салып, миксермен араластырамыз. Араластырып болған соң сұлы жармасын саламыз, мінеки овсяный. Оны да миксермен араластырамыз. Біздің сұйықтығымыз осылай болды. Үстіне 50 грамм айран құямыз. Тағы да миксермен араластырамыз. Араластырған сұйықтығымызды 1-10 минутке тындырып қоямыз. Өйткені сұлы жармасы жібу керек. Аралас болған сұйықты біз демалдырамыз. 10 минутқа демалған біз сұйықтығымызды тапаға салып, печкеге 180-150 градуста 20 минут пісіріп аламыз. 20 минутта біздің пісіп шыққан печеньеміз осылай болды, сұр түсті. Біз оның үстіне 2-3 қасық ұн салып араластырамыз. Ұн салған себебіміз печеньеміздің формасын ұстап тұруға өте қажет болады. Сондықтан біз ұн қосамыз. Біз печеньемізді осылай қолмен домалақтап аламыз. Печеньемізді біз домалақтап болдық. Оны тапаға салып, үстіне мак пен қантты жағамыз. Мак пен қантты біз араластырып аламыз. Барлық печеньеміздің үстіне жағып болдық. Тағы да оны печкеге саламыз, 180-170 градуста пісіріп шығарамыз. Печеньеміз дайын болды. Нәзік, өте керемет тәтті печенье болды. Дастарханға тартуларыңызға болады. Достар, егерде біздің канал ұнап жатса, бізге тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Менің каналымда сіздермен құпия рецептермен бөлісетін боламын.